Стоп. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Өмірмендес. Бүгінгі видеода менің Майнкрафтымда қалай жазуды үйрететін боламын. Сіздер видео бастамас бұрын жазып лайк басып қалған тіркелей қалғанша біз бастаймыз. Ең алдымен біз Google'ға кіреміз. Кірген соң осы жерге кіріп, ағылшынша дәл осылай жазған кей жазамыз. Launch дегенде осы жерде неше түрлі нелер шығатын болады, сөздер сіз бірін таңдайсыз. Бірінші болып тұрған Foldcraft Launcher. Тура осыны таңдайсыздар да ең бірінші мына сайтқа кіресіңдер. Foldcraft Launcher деген кіресіңдер. Күтесіңдер, потом мына жерде осылай загрузка болады. Потом міне тұрады осындай. Осы болып тұрады, потом осыны скачать етесіздер. Потом осы ол установить етіледі. Жарайды, енді установить етілген үшін күтейік. Енді менде басқа нұсқасы тартылды. Себебі менде 1.20-дан 0.7-ге ол үшін қазіргі таңда не жоқ. Желание жоқ, оны жазып отыруға біраз уақыт кетеді. Бізде осылай сіздерде шығып тұрады. Так, осылай шығып тұрады сіздерде. Сіздер үшін Agri-on Continuum дегенді басасыздар. Осында мынандай бір бәлелер шығады, осындай неше түрлі ағылшынша жазулар. Сіздер Install Update деген қызыл кнопканы басасыздар. Күтесіздер. Мен скачать етуді айтам. Келесі видеода біз қалай версия тартуды, және қалай мод жазу, және ресурс пак, және де шейдер қосуға болатын айтатын боламын. Сондықтан да осы видеоға көп лайк жинайық, және қалай скин салуды айтамын. Бұл видеода мен скин салуды тез айтып кете салайын. Бізде міне жерде no аккаунт деп тұрады, жарайды. Оффлайн аккаунтты басасыздар. Microsoftпен де кірсеңдер болады, ладно. Бізде ник жазу керек. Давайте мигімді тезірек. Келесі видеода мен қалай скинді серверде немесе басқа жақтарда, яғни досыммен ойнаған кезде көрінетіндей қылатын үйрететін боламын. Давайте. Енді бізде ілгішті басамыз. Потом локал скин файлды басамыз. Skin. Downloadқа кіріп, өзіміздің скинімізді таңдаймыз да. Потом мына жерде осындай бұлттимба бір бәле бар, осы жерден версиясқа жетесіңдер. Жарайды, мен ең нашар версияны скачать етейін. Мен скачать ететін версия бұл 1.7.10 версиясы. Біз бәрін мына жерде Fort бірінші скачать етеміз. Fort ең бірінші тұрған. Optifine'да да күтеміз. Потом сіздерде осыны неше түрлі загрузкалар жүреді. Менде қазір жүріп жатыр. Guava, Twitch, Jobs, Netty Realms, осыны бір бәлелер жүреді, короче. Ағылшынша жазылады. Потом мыналар көп болып тұрады да. Қазір бұлар өздігінен азайып кетеді, как көресіздер. Егерде осы каналда Free Fire немесе PUBG немесе басқа да сіздер жақсы көретін ойындардың видео шыққан қаласаңыздар, небәрі комментке жазып кетейік. Мен сол ойынды ойнап, бағасын беріп кететін боламын. Және де 200 подписчикке жеткізіп тастайық. Так, мына жерде бізде загрузитка болып жатыр. 200 подписчик жиналған кезде мен өзімнің немді ашам, Диастан деген бар, сондай ашам, сондай ашу керек. Бірақ мен ол жерде ешқандай превью ұрламаймын. Мен өзім жасаймын. Ойындамаңдар. Мен етіп плагиаттанбаймын, превьюді өзім жасаймын. Так, осындай болып отыр қазір таңда. Күтеміз енді амашық. Сендер өз комментке жазыңдар, керек ба? Егер Диастан керек болса, бірақ бір кайфы ол жерде мен
не айтатынын білесіңдер ма? Мен ол жерде көп жұмыс жасаған адамға не тупой шешім деп те ойлаймын, жақсы шешім деп те ойлаймын. Мен оған креативтен өзінің подаркасын беремін. Сондықтан да видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, арнамызға жазылайық. Себебі менде 200 подписчигі өте аз қалды. Сосын көп бір күн, 3 күнге жауап еткенім үшін кешірім сұраймын. Енді каналда күніге видео шығып жүр, сол видеоларды қарап, астына löпілдеріңді басып, тіркеліп, бөлісіп, коммент жазуды, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Бізде дейтін уже форт скачать етіліп жатыр. Вот тура менікінде осылай скачать етіледі. И потом вот күтеміз. Айтпақшы, шексіз паркурдың үшінші часті да шықты менің каналымда. Егер көрмегендер болса, ссылка төменде. Install Fort, вот міне осындай заттар шығады, сіздер осыны күтесіздер, осыны толғанын. И қазір толғаннан кейін көресіңдер не болатын. Так, вот, толды, мынау сосын қазір. И бізде дәл осылай шығады. Info installed. Қалай мынау? Мана қиын екен ғой ағылшынша. Successfully ма сондай бір бәле. И потом скачать еткен соң, потом мына жерде тілді ауыстыруға болады. Мына жерде көптеген заттар істеуге болады, И сіздерден аяқта дейтін Game Settings'ті басып, мынандай галочканы неден қосып алсаңыздар болады. Наковальныйды ауыстырып тастасаңыздар да болады. Фото суреттен қойып. Потом бір нәрсе көрсетейін, так. Тілді қаяқтан істейтін еді, қазір тұтындар. Тілді өзгертуге болатын еді, қазір. Тауып алайын, достар, түсетіңдер. Так, тілді өзгерту үшін. Алмет. Достар. Бұл емес. Міне. Осы жерде Launcher Settings деген бар, потом Language деген бар, осы жерде русский, так, қытайша, потом English бағана және русский қойын енді. Бірігіп шыққаннан кейін бәрі нормально. Ал мына жақтағы заттарға мүлдем тиіспеңдер. Енді келесі затты енді ойынға қарай береміз. Ойынға кіретін кнопка екі түрлі. Бірінші бұл пожап, егер үстін басып тұрсаңыздар, бұның стратегиясын көруге болады. Holy Glass дегенге барып кірсеңдер болады. Немесе осы жерде міне осындай мынаны бассаңдар осы заттар болады ішінде. Ал бұл отты бассаңдар бауат и пожап бар. Пожап, пожап лаунчердікі мынау болса кәдімгі TMSLP немесе осы фотографтікі. И бізде бауатты басыңыздар көбінесе, егер мықты болса бауатты басасыздар. И кіріп жатырық. Кіруіне ұзақ. Кірді ма? Все. Қазір кірген кезде кездесеміз. Сіздерге настройка өсіп тұрады. Менде HMSLP-де тұрған жоқ. Құдайға шүкір. Дейінесем HMSLP-де тұр менде. Негізі бұл жерде тіпті клавишаны да ауыстыруға болады. Тағы басқа заттар болады. Негізі клавишаны қазір көрсетіп кетем. Так, давайте кіріп барсын қазір сөйтіңдір. Сіздерде осылай қап-қара болып кетеді. Потом, қазір айтам, не шығатын еді, емайым. Mojang деген қазір сөз шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, дәл айттым. 6-да шығады деп қойып кетсең, 6-да шықпайды негізінде. Болады шығады. И қазір күтеміз енді ойынға кірген кезде қосам. Сіздерде кірген кезде менде тіл енді ауыспаған. Тілді қоюды білетін шығарсыңдар. Тілді қоюды білмесеңдерді айтып қойын. Language-ға барып, басына түсіп, русский таңдайсыңдар, болды. Қазір мұнда мультиплеердің де несі бар, осында чаты бар, андай заттар бар, осы жерде. Жарайды, енді біз үйдің кіреміз. Келесі видеода мен қалай серверге кіруді үйретем. Просто так не жасайыншы. Так, не жасайын, просто так күтеміз. Так, конвернинг, билдинг, терайн. Так, кір тезік. Давай, кіре ғой. Менің арнымда выживаниядан видео шыққан қаласаңдар, көп лайк жинаңдар.
И бізде осы шықтық па біз? Чего мы қай шығып кетмей? Емасын блокносына алып кеткен ғой міне. Ош, мен судан шыққам ғой. Қазбек. Дұрыс емес жерден шыққам мен достар. Вот. Нормально мирға кірдік. И мен скин осылай тұрады енді, уайымдамаңдар. Негізі қол көрінеді. Вот. Бұл версияда көргендегінде андай векторсты қолданамыз, бұл жерде тек үшті емес, бұл жерде тек екіді неде жасайды. Я вот. Пластик емес, бұл жер басқаша. И в общем, мына жерде F1, мына осындай заттар жасайды. Ну, бұл жерде S қойылмаған әлі. Давайте осы видеоға лайк басып каналға тіркелейік. И келесіде біз дейтін мод жазуды үйрететін болам. Және одан кейінгі видеода сервер ашуды, серверге кіруді, потом модтармен ресурс пактарын үйретем ғой. Короче, сендермен болған мен сол бәдес. Егер осы видеоны лайк басып каналға тіркелейік. И осы мағлұматтар пайдалы болса, міндетті түрде арнаға жазыламыз. Пока-пока. Чао.